Украинадағы соғыстың тағдыр талқысы қандай боларына ешкімнің көзі жетпейді. Ресейдің адам ресурсы көп, әскери өнеркәсібін күшейтіп жатыр. Ал Украина қаншалықты жанқиярлықпен төтеп беріп жатқанымен соғысқа салатын адам ресурсы аздау. Осы фактордың өзі Украинаға қиындық тудыратыны сөзсіз. Осы күні Ресей әскері Украинаның бекіністерінің кейбірін бұзып жатып, өңмеңдеп барады деген ақпарат тарады. Мұны батыс елдерде көріп отыр. Батыс елдері бүгінгі күнге дейін Украинаға әскери техника мен қару-жарақ, оқ-дәрі берумен шектеліп келеді. Енді батыс елдерінің алдында Украинаны талауға беріп қоямыз ба, әлде өзімізде сапқа тұрып қолға қару аламыз ба деген күрделі мәселе туындап отыр. Ал Украина президенті Владимир Зеленскийдің бастамасымен алдағы маусым ортасында Швейцарияда бейбітшілік саммиті өтеді. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы Украинадағы соғыстың бүгінгі жай-жапсары жайлы жан-жақты тоқталған екен. Мұндағы әңгімеге соғыс саясаты арқау болған. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Әлем алмағайып жағдайда тұр. Тіпті тығырыққа тірелді десе де болады. Себебі Украинаның шамасы сарқыла бастаса, НАТО блогы соғысқа араласуы мүмкін. Ал ондай жағдайда соғыс дүние жүзілік сипат алады. Ең қауіптісі де осы. Ресей тықсыра бастаса, Украина оның тылдағы нысандарына алыстан шабуылдап жатыр. Ресей әскерінің соңғы әрекеттері сәтті шықты. Мұны Киевте мойындады деп жазады Неге KZ порталы. Бұл ресейліктерге басымдық беріп, бірнеше бағыт бойынша батыл әрекет жасауға итермелеп отыр. Украина тарапы болса, қарымта соққы ретінде Ресейдің ішкі өңірлеріндегі нысандарды нысанаға алуды күшейтпек. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының дерегінше, Киев бұл үшін ақш-тың батасын алуға ұмтылып отыр. Украинаның бір делегациясы қазір Вашингтонда жүрген көрінеді. Олар Ақ үйден ресейлік әскердің әскери нысандардың орналасқан орны туралы барлау деректерін алуға үмітті. Десе де, ақш-тың қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы шенеуніктерінің Ресейдің ішкі өңірлеріне қарсы батыс қаруын қолдануға қатысты пікірлері әзірге ала-құла. Бірі мақұл десе, екіншілері қаймыққан түр танытады. Портал Майдан даласында Украина сарбаздары сәтсіздікке ұшырап, Ресей әскері басымдыққа ие бола бастағанын, бұл жайт әлем жұртшылығын алаңдатып отырғанын келтірген. Әдетте, бүгінде Ресейдің ақпараттарына сенімсіздікпен қарау үрдісі қалыптасқан. Дегенмен Ресейдің ақпараттарына мүлде көз жұма қарауға да болмайды. Соны ескерген портал Ресейден шығып жатқан ақпараттардың кейбірін еске салған. Ресей тарапының ақпараттарына қарағанда, қазір Майданның барлық шебінде Ресей әскерінің мерейі үстем шығып жатқанға ұқсайды. Харьков пен Донбастың кейбір өңіріндегі ахуал украиналықтарды қатты алаңдатып отыр. Ресейдің қорғаныс министрлігінің мәліметінше, солтүстік әскери тобының бөлімшелері қарсыласының қорғаныс шебін бұзып өтіп, алға жылжып келеді. Украина тарапынан адам және техника шығыны аз емес. Ал Часовой Ярда Ресейдің десантшылары қалаға басып кіріп, ұрыс салу үстінде. Десантшыларға қарсы Украинаның ең таңдаулы әскері қарсы тұрған. Мұның өзі Украинаның әскери күштерінің шамасы жетпей жатқанын көрсетсе керек. Батыстың мәліметінше, кейбір бөлімшелердің жеке құрамдарын толықтыруға 40%-ға дейін адам жетіспейді. Ресейдің мұндай ақпаратына немқұрайды қарап, елемеуге де болмайды. Оның әскері күш алып бара жатқаны рас болса керек. Себебі батыс жайдан жай алаңдамайды. Ресейдің мақсаты жеңіс. Ресей Украинаны тұтасымен ала алмаса да, қазір иемденіп отырған бірер өңірді алып қалса, осыны жеңісіміз деп қабылдайды. Ресей билігіне салса, осы тойғанмен тоқтап, тыныштыққа көшкісі келеді. Ал ол үшін Украинамен келіссөзге отыру керек. Бірақ Украина өзінің 1991 жылғы қалыптағы территориясын қалпына келтірмей тынбайтынын басында айтты. Және Ресейдің осы күнгі президентімен келіссөз жүргізбейтінін шегелеп сөз еткен. Ал Зеленскийдің мұндай табандылығы Ресей басшылығына жақпайды. Соғыстың тоқтауы қиын болып тұрғанында осыдан. Бұл ұрысқа НАТО араласып кетсе, жағдай бұдан бетер шиеленісетіні түсінікті. Мәскеу Майдандағы
үстемдігін бұлдап, Киевті келіссөз үстеліне отырғызуды көздейтін секілді. Бұлай тұжырым жасауға Ресейдің жоғары лауазымды 4 шенеунігі растаған ақпарат түрткі болып отыр. Рас болса, Владимир Путин соғысты тоқтату үшін Украинамен келіссөз өткізуге дайын көрінеді. Тек қана Киев қазіргі майдан шегі бойынша шекараны мойындауы тиіс. Егер бұл месседжге жауап берілмесе, қан төгісті ары қарай жалғастыра бермек. Владимир Путиннің ойынша, Ресей азаматтары жеңіс деп бағалайтындай майдандағы сәтті қадамдар жеткілікті. Бірақ Украинаны одан әрі тықсыра түсу үшін тағы күш жиып, мобилизация жасауға тура келеді. Кремльдің әзірге оған барғысы жоқ. Украина президенті Владимир Зеленскийдің Путинмен ешқандай келіссөз өткізбеуге бекінгені оның ызасына қатты тиіпті. Ол көнбесе, тікелей батыспен келіссөз жүргізуге де дайынмыз деп жазады Неге KZ порталы. Ресей мәңгілік соғысты қаламайды. Келіссөзге дайын екен бірнеше рет айтқан дегенді Ресей президентінің баспасөз хатшысы да алға тартады. Порталдың жазуынша, батыс бұқаралық ақпарат құралдары Украинаның жағдайы мәз емес екенін растап отыр. Нью-Йорк Таймстың пікірінше, Ресейдің майдандағы басымдыққа ие болуы Киевті Мәскеудің ығына жығылып, дегеніне көнуге итермелеуі бек мүмкін. Украинаның майдан даласындағы сәтсіздігі келіссөзге әкеле ме, әлде жаһандық жанжалға ұласа ма? Бұл сауал таразы басында тұрғандай. Өйткені батыс елдерінің кейбірі Украина жеңіле бастаса, соғысқа араласуы мүмкін екенін ашық айтқан болатын. Мәселен, президент Эммануэль Макрон Францияның әскер кіргізуге әзір екенін айтып қалды. Ұлыбританияның басылымдары өз қоғамын алапат жанжалға сақадай сай болуға шақырып отыр. Телеграф басылымының жазуынша, НАТОның Ресеймен қақтығысуы әсте ғажап емес. Сондықтан Ұлыбританияның алдағы сайлаудағы басты тақырыбы қорғаныс саласы болуы тиіс. Қысқасы, жағдайдың күннен күнге күрделі болып бара жатқаны аңғарылады. Арнайы сіздер үшін Неге олай бағдарламасы құрметті көрермен YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.